Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қойдың ішек қарнын жұмсақ етіп пісірудің жолын көрсетемін. Кей жерлерде бұл тағамды горячий салат деп те атайды. Ішек қарынды суға салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Көп қайнатудың керек жоқ, жай ғана бір қайнап шықса жеткілікті. Сүзіп алып, суытып аламыз. Қойдың немесе сиырдың ішек қарнын тастамай, осылай дәмді етіп тағам жасасаңыздар болады. Қарынды турамас бұрын ішіндегі қалып қойған қалдықтарынан жақсылап тазалап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай артық қалдықтарынан міндетті түрде тазалаңыздар. Қарынды жіңішке ұзын етіп турап аламыз. Барлығын жақсылап, ұзыншалап, осылай турап аламыз. Сковородкамызға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін қарынды салып қуырамыз. Қарынды майға әбден жақсылап қуырып алыңыздар. Енді үстіне туралған пиязымызды саламыз. Пиязды да жақсылап қуырып аламыз. Үстіне ұзыншалап сәбізімізді турап, тағы да қуырамыз. Үстіне тұз бен бұрышымызды салып, тағы да араластырамыз. Қарын, пияз, сәбіз барлығын қуырып болғаннан кейін үстіне 2-2,5 стакандай су құямыз. Баяу отта 2-2,5 сағат бетін жауып бұқтырып қоямыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Өте жұмсақ, былбырап тұрады. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, осылай ыстық күйінде ұсынасыздар. Қойдың ішек қарын үнемі тастап жібермей, осылай дәмді етіп жасаңыздар. Барлығына ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.